Біздің ел, біздегілер, біздің Қазақстандағылар өкіметтің малын жеуді нормально деп ойлайды. Нормально емес ол. Біреудің малын жеп жүрген жоқпын ғой, мен өкіметтікін жеп жүрмін. Как будто өкіметтікке тегін жатқан нәрсе. Адал. Емес, олай емес. Мен де ауылда өскем. Совхоздағы адамдар совхоздан барып бір нәрсені ұрлап келуді қалыпты жағдай деп ойлайды. Нормально. Еш нәрсе жоқ. Машинаның, трактордың артын несіне қалып кеткен сәлеркін алып қалу, ол нормально. Барып МТМнен барып запчасты ұрлау, ол нормально. Түсіндіңіз ба? Ол не сияқты? Қалыпты жағдай секілді. Кез келген фирма ұстап жүрген басшылардан сұраңызшы, жылайды. Жұмысшылардың ешқайсы қалдырмайтын болды складта деп. Ключ жоқ, болт жоқ, шуруп жоқ, шеге жоқ, анау жоқ, мынау жоқ, не жоқ? Олардың барлығы не қылмайды? Тоқтамайды. Қалтасына салып кетеді. Сұра. Мына камераны не үшін қойды адамдар? Жұмыс істеп жатқан жерге камера қойып қойған. Не үшін? Ұрламасын деп. Ең болмаса құрсын, анадан ұялсыншы ең болмаса деп. Анадан қорықсын деп. Төбеге қойып қойған мынандай. Егер шариғи өлшем сақталатын қоғам болса, ешқандай камераның керегі жоқ. Сенесіз ба? Даже светофор керек емес. Бізге светофор қойып қойған. Қып-қызыл қып жанады. Содан саған айтқан, көке, біз мал секілді болып кеткенбіз. Ана қызыл жаным, тоқта, қызыл. Сен саналы адам ретінде и так тоқтауың керек, алдына машина өтіп жатқан кезде. Сен оны ұқпағасын не қойған? Жоқ, бірінші светофор қойды. Одан светофорды өтіп кесіп кете беретін болдың, үстіне камера қойып қойды. Красныйға өтсің деп. Түсіндіңіз ба? Сенің айуандығың, озбырлығың, жамандығың, бұзғыншылығың көбейе берген сайын мынау көбейе береді. Камера, анау светофор, түгел барлығы көбейе береді. Не үшін? Әйтеуір сені не қылу керек? Тоқтату керек сені. Сені бір нәрсе қылып тоқтату керек. Неше түрлі не қолданады? Шара қолданады.